Сәлем оқушылар. Сіздермен бірге Елдана апай. Бүгін біз Қазақстан тарихының кезекті сұрағын талдайтын боламыз. Бұл сұрақ атлах немесе талас, екінші аты шайқасы болған жыл. Бізде дұрыс жауабы 751 жыл болады. Енді бізде бұл өте жаттауға тұрарлық ұбт-ның хит сұрақтарының бірі. Бұл бізде қай кітапта бар? Бұл бізде 6 сынып Атамұра Бакинаның кітабінде қарасаңыздар, осы 18-ші бетте жазылған екінші параграфында. Міне қарасаңыздар, 751 жылы Тараз маңында Атлақ қаласында араб және Қытай әскерлері арасында үлкен шайқас өтті. Жалпы бұл осы Атлақ шайқасы бойынша қысқадан нұсқа айтып кетсем, бұл жерде арабтар оларға қосады түргештер мен қарлұқтардың біршама бөлігі, және де оларға қарсы соғысады Қытай әскерлері. Және де бұл оқиға бізде 751 жылы жаздың айында, яғни шілде айында орын алады. 5 күнге дейін созылады. Мына жерде жазылып тұр, міне қарасаңыздар. 5 күнге дейін созылады. Арабтар және де түргештер мен қарлұқтардың күші көбірек болғандықтан бізде Қытай әскері әрине тас-талқан болып жеңіледі. Және де бізде тек сұрақты ғана жаттау, ол өте қате. Яғни сұрақты жаттап, сосын жауабын жаттап, оны қайталап жаттай беру, бұл қате. Ең бірінші бізге сұрақты түсіну керек, түсіну үшін бізге сол параграфты оқу керек. Өйткені ұбт-ның сұрақтары бірдей болмаса да өзгеріп келіп отырады. Бұл бізде 3-ші параграф түргештер қағанаты параграфынан келеді. Осы параграфты түгел оқып шығамыз. Осы параграфтың асты жағында осы сұрақ пайда болады. Және де мына асты жағын қарасаңыздар, бізде тағы да бір ұбт-ның өте танымал сұрағы. Яғни бізде былай сұрайды ұбт-да, Атлах шайқасының нәтижесі қандай болды деп. Сол кезде былай айтамыз: Қытайлар Жетісудан қуылды, Араб орталық Азия аумағына шегінді. Бұл аймақта ислам тез тарала бастады. Кейіннен Атлах түбегіндегі шайқастан кейін түркілер арасында ислам мәдениеті кеңінен енген. Яғни бұл үшеуі бізде Атлах шайқасының нәтижесі болып табылады. Дәл осы ұбт-да келеді. Енді біз бұл нәрсені жазып қоямыз. Бұл бізде 6-шы сынып Атамұра Бакина кітабында. Бұл қаншасыншы бет? 18-ші бетте жазылған. Так. Енді біз бұны осы жерге жазып қоямыз. Арабтар, түркіштер, қарлұқтардың бір бөлігі бізде қосымша ақпарат, бір бөлігі бізде Қытайларға қарсы соғысқан болатын. Енді біз қай сынып екенін де жазып қояқ. 6-шы сынып Атамұра кітабы. Бізде 3-ші параграф. Және 18-ші бет. Яғни бұл сұрақтың жауабын осы жерден таба аласыздар деген сөз. Жақсы, осымен бізде сұрақ аяқталды. Сау болыңыздар.